Сәлем достар, бүгін керемет осындай Қытай лапшасын дайындаймыз. Үй жағдайында ішінде құрамында болгар бұрышы бар, жартылай ащы және де тауық еті грибы энокимен өте жеңіл. Бізге қажет заттар: тауықтың еті кез келген төс еті тез пісетін, немесе осындай менсек қанаттар, грибы эноки, 2 ащы бұрыш, 1 пияз, 2 сарымсақ және фунчоза керек болады. Алдымен барлығын дайындап аламыз. Пиязымызды 4 бұрыштап, жақсылап турап аламыз. Ендігі кезекте жартылай ащы бұрыш, мен барлығын алған жоқпын. Жарты-жартыдан алсаңыз болады. Осындай соломка қылып, ұзыншалап кесіп аламыз. Қатты майда қылып керек жоқ, орталықшалау қылып кессек те болады. Бұл тағамның фишкасы, дәмі кішкене хогоға ұқсас болады. Өте тәбет ашатын тамақ. Міне турап болдық. Енді осылай саламыз ыдысымызға, дайын салмамызды турағанымызды. Ендігі сарымсақты сіздер чеснокодавкадан өткізсеңіздер де болады, немесе мен сияқты қолмен әдемілеп 4 бұрыштап сақтап турап шықсаңыздар да болады. Сарымсақтың да пайдасын білесіздер, я? Мен өзім жақсы көрем сарымсақты әрбір тамаққа қосқанды. Бұл ерекше дәм береді бізге, тағамымызға. Енді міне туралған сарымсағымызды тарелкемізге салып дайындап қоямыз. Ендігі кезекте бізде грибы эноки, оны жақсылап жуып, тазалап, осындай бөлшектерге бөліп аламыз. Бұл өте тез бөлінеді. Табамызға майымызды құйып, сұйық майымызды, грибыларымызды, саңырауқұлақтарымызды жақсылап қызарғанша екі жақта аударып отырып қуырып аламыз. Бұл тез қуырылады, сондықтан бақылап отыру керекпіз. Мінекей салдық, қыздар, бұған ешқандай тоз, бұрыш, ештеңе қоспаймыз. Өзінің дәмі өзінің бойында сақталып қалады. Сорпаға салған кезде ерекше кіртілдеп жеген кезде кәдімгі приятный болады және өте тойымды. Белокқа бай саңырауқұлақтардың бір түрі, кез келген дүкен сөрелерінде, базарда сатып ала аласыздар. Осылай аударып отырып қуырамыз, қыздар. Мінекей саңырауқұлақтарымыз дайын болды. Бөлек тарелкеге салып алып, ендігі кезекте тағамымызды дайындауға кірісеміз толықтай. Қазанымызға зәйтүн майын құямыз. Сіздер сұйық май құйсаңыздар да болады. Енді тауықты салып қуырып аламыз. Сіздер кез келген ет түрін пайдалансаңыздар болады. Сиыр еті, жылқы еті, қой еті, тауықтың төс етінде қолдансаңыздар болады. Бірақ менде үйде не бар, сонымен дайындадым. Тауықтың қанаттары бар екен. Кез келген терияки соус, соустардың түрлері көп қой. Соларды қоссаңыздар, кисло-сладкий соус қоссаңыздар, тауық еті өте универсальный, әдемі дәмді болады. Енді пиязды қосып қуырып аламыз. Сол уақыт аралығында мен бөлек ыдысқа суымды қайнатып, фунчозамның жартысын саламын. 500 грамм фунчозаның бізге 250 грамм фунчоза қажет болады осы сорпамызға. Ендігі кезекте сарымсақты саламыз. Сарымсағымызды салып қуырып алған соң, ащы бұрышымызды саламыз, жартылай ащы бұрышымызды. Енді ащы бұрышымызды салып қуырдық, енді для фунчозы приправа қосамыз. Енді тағы кориандр қосамын. Енді дәміне қарай 3 үлкен ас қасық соя тұздығын қосамын. Соевый соус. Ендігі кезекте 2 үлкен ас қасық томат тұздығын қосамыз.
Барлығын жақсылап араластырып қуырып болған соң үстіне 1,5-2 литр шамасында су құямыз, салқын су. Сорпамыз қайнай бастады. Енді біздің дайын болған саңырауқұлақтарымызды саламыз. Татымына қарай тұз, бұрышын реттеп отырамыз, қыздар. Енді ең соңғы біздің піскен фунчозамызды саламыз. Мен алдын ала суға пісіріп, салқын суға салып, дайындап қойдым. Ешқандай май, ештеңе қоспаймыз, қыздар. Бірден дайын болған фунчозамызды сорпамызға саламыз. Мінекей қыздар, өте жеңіл, тез дайын болатын сорпамыз дайын. Ішінде саңырауқұлақтармен, болгар бұрышымен, өзіңіздің татымыңызға, дәміне қарай кисло-сладкий қосып жіберсеңіз де болады соусын. Өте сондай дәмді, дәмі қайталанбас ерекше тағам болып шықты. Бұл тағамды өзім ойлап таптым. Сіздер де үйде дайындап көріңіздер. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.